Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін жаңа сабағымызды бастайық. Химиялық элементтер және олардың таңбалары. Бұл жерде кішкентай ғана мағлұматтар беру үшін сендерге осындай кесте құрастырдым. Осы кестеге қарайық. Менделеев орыс ғалымы химиялық элементтер және химиялық қосылыстар туралы ғылым деген анықтама берді. Ал химиялық элемент атомдардың белгілі бір түрі. 116 бүгінгі күні химиялық элементтердің саны 116-ға жетті. Бұл жерде екінші кестеде сендердің көріп тұрғандарың металдар 20 градус Цельсий температурада қатты шыңдалуға бейім, иілімді, берік, электр тогымен жылуды жақсы өткізеді. Металдардың жылтыр болады. Олар алюминий, темір, мыс, алтын, күміс, стронций деген сияқты тағы басқа элементтерді жатқыза алады екенбіз. Жай заттар металдар және бейметалдар деп екіге бөлінеді. Бұл жерде сендер кестеде көріп тұрған қызыл түспен бейнеленген түрі бейметалдар, ал көк түспен бейнеленгендер металдар. Бейметалдардың көбісі 20 градус Цельсий градуста газ тәрізді және қатты күйде болады. Жалғыз сұйық бейметал бром электр тогын нашар өткізеді. Олар күкірт, көміртек, фосфор және азот. Мінекей балдар, осы кесте бойынша сендердің бүгінгі тапсырмаларың. Енді есте сақтаңдар. Молекулалары екі атомдардан тұратын элементтер N2, O2, фтор 2, хлор 2, бром 2, йод 2, H2. Бұл элементтерді көбіне кестеден байқайтын болсаңдар, 7-ші А топшада орналасқан галогенді элементтер деп атаймыз. Бертелюс швед химигі 1814 жылы қазіргі кезде қолданып жүрген химиялық элементтердің таңбаларын енгізді. 1807 жылы, 1818 жылы 45 химиялық элементтің атомдық массаларын анықтады. Ал химиялық таңба дегеніміз не екен? Бұл әрбір элементтің атомын бейнелейді. Латын тілінен аударғанда байланысты бірінші немесе екінші әріпмен. Мысалға, сутек латын тілінен аударғанда гидраргирум H деп таңбаланады. Сынап гидраргирум HG таңбасымен белгіленеді. Мінекей балдар, енді астындағы біліміңді тексер тақырыбына тапсырмасына келейік. Бірінші сұрағымыз, химиялық элемент дегеніміз не? Химиялық элемент және жай зат ұғымдарының айырмашылығы қандай? Ал оның жауабы астында қара жазумен жазылып тұр. Атомдардың белгілі бір түрі химиялық элемент деп аталады. Жай заттар химиялық элемент атомдарынан тұрады. Екінші сұрақ, келесі тұжырымдаманың қайсысында химиялық элемент, қайсысында жай зат туралы сөз болады? А. Азот пен оттек ауаның негізін құрайды. Бұл жерде элемент жайлы айтылып тұр. Қызыл жазумен жазылған бұл жауабы. Жер қыртысының жартысы оттектің үлесіне тиеді. Бұл жерде де элемент жайлы айтылып тұр. Б нұсқасы, азот өсімдіктің өсуіне қажет. Бұл жерде азот деп жай зат түрінде айтылып тұр. Гелий ең алғаш күннен табылды дейді. Бұл жерде де жай зат туралы айтылып тұр. Енді үшінші тапсырмаға қарайық. Үшінші тапсырмада жай заттар қандай үлкен екі топқа бөлінеді және олардың бір-бірінен айырмашылығы неде деген сұрақ қойылыпты. Жай заттар металдар мен бейметалдар екіге бөлінеді. Металдар электр тогын жақсы өткізеді, бейметалдар нашар өткізеді. Демек бұл жауабы осындай болады балдар. Бесінші сұрақ.
көміртек атомдардың нөмірлері. Мінекей балдар, 5-ші тапсырманы орындайық. Атомдық нөмірі 6, 8, 12, 18, 22, 33, 29, 79, 80-ге тең химиялық элементтерді периодтық жүйеден тауып көрсетіңдер дейді. Бұл жерде біз кестені міндетті түрде пайдаланамыз. Оларды атап айтайық. 6-шы реттік нөмірде тұрған ол бізде көміртек, 8 оттек, 12 магний, 18 аргон, 22 титан, 33 мышьяк, 29 ол бізде мыс. Осы элементтерді атадық балдар, және бұны біз кестені пайдалана отырып тапсырманы орындауымыз қажет. 6-ші тапсырма. Периодтық жүйеде ғаламшарлар, атақты ғалымдар, мемлекет, қалалар құрметіне аталған элементтер бар ма деген сұрақ қойыпты бізге. Міндетті түрде иә, бар деген жауап. Бізде мемлекеттердің, қалалардың атымен аталған элементтер бар екен балдар. 7-ші тапсырма. Күкірт сөзін пайдаланып, бірінші күкірт жай зат, екіншісінде химиялық элемент екенін білдіретін екі сөйлем құрастыр дейді. Бұл жерде күкірт өнеркәсіпте қажетті сары түсті, қатты, кристалды жай зат. Күкірт қышқылына кіретін химиялық элемент. Демек, қарамен жазылған астында бізде жауаптар балдар. Мінекей балдар, күнделікті келесі тапсырманы да осылай тапсырманы бірге орындайтын боламыз. Тыңдағандарыңа рахмет.